Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет бауырсақтың рецебімен бөліскім келеді. Өте сондай нәзік, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз бен суымызды құйып алып, оның үстінен аштығымызды, қантымызды және де тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз да, ұнымызды бөліктерге бөліп салып аламыз. Басында осылай венчикпен, содан соң қолмен бауырсақтың нанын илеп шықтым. Мінекей осылай нанымыз дайын болды, оны көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін осылай үстелімізге қойып, оны сеуіп жіберіп, нанымызды жаятын боламыз. Және де мен дөңгелек формасы етіп істеген болатынмын. Ол міндетті емес, пышақпен де кесіп алып пісіре берсеңіз де болады. Қызып тұрған майыма осылай бір-бірлеп бауырсағымды салып, қызарғанша пісіріп алдым. Мінекей осылай көтеріліп, үріліп шығады, керемет болып шығады. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Мінекей сіздерге көрсетіп жатырмын, осындай арасында ауасымен сондай керемет болып шығады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап кетіңіз.